Құрметті оқырман, видеоға лайк басып, соңында коммент жазуды ұмытпайық. Әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Әділхан қарапайым отбасында дүниеге келді. Әкесі құрылыс компаниясында жұмыс істеді. Анасы мектепте сабақ берді. Олар қарапайым, бірақ тату-тәтті өмір сүрді. Әкесі бір күні жоғалып кеткенше. Ол жай ғана ғайып болды. Артында хатта ешқандай түсініктеме де қалдырмады. Ол кезде Әділхан 6 жаста еді. Анасы оған әкесінің іс сапарға кеткенін айтты. Ұзақ іс сапарға. Уақыт өте келе, кішкентай Әділхан сұрақ қоюды бірте-бірте доғарды. Анасы оны күшті болуға үйретті, және ол үйренді. Бірақ ол мұны бәрінен жасыруға тырысқанымен, ішіндегі бостық әрқашан қалып қалды. Көп жылдар өтті. Әділхан өсіп, табысты кәсіпкер болды. Өз отбасын құрды. Оның өз үйі, керемет әйелі және 2 баласы болды. Бақыт үшін тағы не керек сияқты. Бірақ бір күні кешке балалар ұйықтап қалғанда, ол әйелі асханада ыдыс-аяқты жинастырып жатқанда есік қағылды. Әділхан ашып, алдында әкесін көрді. Ол қартайып қалған, бірақ көздері оның балалық шағындай еді. Ол есік алдында тұрды. Қолында тозған чемодан ұстап, Әділханға осы сәтті өмір бойы күткендей қарады. «Сәлем», деп айта алды ол. Дауысы қырылып, әрең таңларлықтай еді. Әділхан қатып қалды. Оның ішінде бәрі қайнап жатты. Қаншама жыл өтті. Соншалықты көп сұрақ жиналып қалды. Бірақ қазір ол бір сөзде айта алмады. Әкесі қайтып келді. Міне, осы жерден қызықтысы басталады. Қазіргі сәттің не болатынын ешкім болжай алмады. Уақыттың емдейтіні бекер айтылмаған. Бірақ ол сондай терең жаралар қалдырады. Әділханның таңданысы барлығын, тіпті оның әкесінде таңғалдырды. Кейінге шегініп, әкесінің неге кеткенін анықтап көрейік. Бұл жай ғана сатқындық немесе әлсіздік туралы әңгіме емес, мұнда бәрі әлдеқайда тереңірек. Бұл осыдан көп жыл бұрын басталған. Әділханның әкесі Асқар әрқашанда оңай адам болған жоқ. Оның амбициялары мен армандары олардың отбасылық өмірге үйлеспейтін сияқты еді. Әділхан дүниеге келгенде Асқар жас және болашаққа толы жоспарлармен жүрді. Ол саяхаттап, мансап құрғысы, маңызды бір нәрсе жасағысы келді. Бірақ құрылыстағы жұмыс және кішкентай пәтер оны тұншықтырды. Қанша тырысқаны мен қанағатсыздық сезімі апта сайын, жыл сайын өсіп отырды. Ол әйелін жақсы көрді, ұлын жақсы көрді. Бірақ бір сәтте ол бұлай өмір сүре алмайтынын түсінді. Бір күні кешке Әділхан ұйықтап қалғанда, ал әйелі соңғы ойыншықтарды жинастырып жатқанда, Асқар оған кетіп бара жатқанын айтты. Ешқандай қатты сөздер жоқ, жай ғана салқын шешім. Осы шешім оның жанында ұзақ пісіп жетілді. Ол мұның олар үшін екенін, ол бақытсыз және отбасын ішінен жойып жатқан осындай әке бола алмайтынын айтты. Әйелі оған түсінбей қарады. Ол айқайлаған жоқ, жылаған жоқ. Ол заттарын жинастырып жатқанда жай ғана үнсіз тұрды. Әділхан бұл туралы тек келесі күні білді. Оған ол кезде әкесінің жұмысқа кеткенін айтты. Бірақ ол жүрегінің түбінде бір нәрсенің дұрыс еместігін білді. Ол мұны сезді. Көп жылдар өткен соң, Асқар оның үйінің есігінде тұрғанда, барлық осы ауырсыну мен түсінбеушілік бетіне шықты. «Не үшін келдің?» деп сұрады Әділхан, ақыры даусын тапқанда. Асқар оған қарады да, ол бұл сұрақты күтпегендей, бірақ күтуі керек еді. Ол бұл сәттің болатынын білді. «Мен түсіндіруге келдім», деп басталады ол. Бірақ Әділхан оны бөліп тастады. «Түсіндіру? Сен не, бізді тастап кеттің. Бұны қалай түсіндіресің?»
Ауада үнсіздік орнады, және бір сәтке олардың ешқайсысы қажетті сөздерді таба алмайтындай болып көрінді. Бірақ бұдан әрі не болғаны Әділханның өзінде таңғалдырды. Асқар бір қадам алға жылжыды, бірақ Әділхан қозғалмады. Ауадағы сондай бір сезімді пышақпен кесуге болатындай еді. Әкесі ұлына қарады, және оның көздерінде таныс, бірақ көптен бері жоғалған бір нәрсе пайда болғандай болды. Ол қолын көтерді. Әділханға тиіп кетейін деп, бірақ тоқтап қалды. Мен мұның ақтау емес екенін білемін, деп ақыры Асқар қиындықпен айтты. Бірақ мен бұдан артық шыдай алмадым. Мен сендер лайық болған адам емес едім. Әділхан ащы күлді, жүйкеленіп мысқылмен. Біз қандай адамға лайық едік, әке? Ұлын ешқандай түсініктемесіз тастап кеткен адамға ма? Әділханның даусы қаттырақ шықты. Ол өзін ұстай алмады. Сен тіпті бір ретте жазған жоқсың. Осы жылдар бойы қоңырауда шалған жоқсың. Ал мен сені бір жерде өліп қалдыма деп ойладым. Ауада тыныштық орнады. Және Әділхан кенеттен мұны бірінші рет дауыстап айтып жатқанын түсінді. Тіпті ол өз әйеліне де ешқашан балалық тесегінде жатып, есік ашылып, әкесінің кіруін күткен түндері туралы айтпаған еді. Ақымақ, балаша, бірақ ол бұған ұзақ уақыт сенді. Ол кезде мен 16 жаста едім, деп жалғастырды Әділхан. Мен сенсіз шынайы өмір сүріп жатқанымды бірінші рет сездім. Мен енді күткен жоқпын, үміттенген жоқпын. Сен мен үшін елес, көлеңке болдың. Ең қорқыныштысы не екенін білесіңіз бе? Мен әкесіз өмір сүруді үйрендім. Мен мықты болуды үйрендім. Міне, осыншама жылдан кейін осында тұрсың да бірдеңе түсіндіргің келеді. Асқар қатты күйзелгендей көрінді. Ықтары түсіп, көзі төмен қарады. Әділхан неге әлі де талап етіп тұрғанын өзі де түсінбейтін еді. Оның ішінде ашу қайнап жатты. Бірақ оның артында тым ұзақ жиналған ауырсыну жасырынып жатты. Мен жоғалтқанды қайтара алмайтынымды түсінемін, деді Асқар ақырын. Бірақ мен кем дегенде тырысқым келеді. Мен сені кем дегенде жартылай қайтаруға тырысқым келеді. Бұл сөздер ауада қалқып тұрды. Сені қайтару. Әділхан ішінде бірдеңе сырт еткенін сезді. Ол қайтадан терезе алдында тұрып, жолға қарап, ғажайыпқа үміттенген сол кішкентай баланы көрді. Бірақ енді ол үлкен адам еді, және бұл ғажайып соншалықты тәтті көрінбеді. Қайтару? Деп қайта сұрады Әділхан түсінбей. Сен мені бұрыннан ақ жоғалтқансың. Ең қызықтысы бұл менің кінәм емес. Сен бұл таңдауды өзің жасадың, әке. Сен ол өмірді өзің таңдадың. Асқар үндемеді. Ол айтылғанды түзету үшін ештеңе айта алмайтынын түсінді. Ол ұлын көп жыл бұрын жоғалтқан еді, және бұл түсінік оның жүрегін жағып жатты. Менің не үшін қайтып келгенімді білесің бе, деп сұрады Асқар кенеттен. Мен сенің балаларың туралы, мен ешқашан көрмеген немерелерім туралы білдім. Бұл мойындау Әділханды қатты таңғалдырды. Ол әкесінің немерелері туралы айтады деп күтпеген еді. Бір сәтке оған бұл оны аяушылыққа итермелеу үшін жасалған алдау қадам сияқты болып көрінді. Бірақ Асқардың көздерінде шынайылық бар еді. Ол шынымен де өз немерелерін көргісі келді. Немерелер? Деді Әділхан баяу, бұл сөзді созып. Сенің ойыңша, бұл сенің кенеттен біздің өміріміздің бір бөлігі болуыңа жеткілікті ме? Жоқ, деп басын шайқады Асқар. Бұл маған жеткілікті деп ойламаймын. Бірақ мен бұл кем дегенде сіздерді қайта қосылуымның басталуы мүмкін деп үміттендім. Сол кезде біз жіберіп алған бәр нәрсенің басталуы. Әділхан әкесіне ұзақ және мұқият қарады. Оның басында балаларының бірінші рет қолына алғаны, әкесі оған істегенді ешқашан жасамауға өзіне уәде бергені туралы естеліктер пайда болды. Бірақ енді Асқар оның алдында тұрды,
және осы сәтте көп жылдар ішінде бірінші рет Әділхан не істеу керектігін білмеді. «Сен олармен танысқың келе ме?» деп сұрады ол ақыры. Асқар көзін көтеріп басын изеді. Бұл сәтте оның жүзі мүлдем басқаша көрінді. Жоғалған, осал, жалғыз түрде. Және бұл жолы Әділхан өзінің әкесі ретінде білетін адам еді. Әділхан есік алдында тұрды. Басында жүздеген ойлар тұрды. Ол осыншама жыл бойы оған елес болған бұл адамның оның үйіне кіруіне рұқсат ете ала ма? Әкесінің қатысуынсыз өзі салған үйге, немесе бұл оның балалық шағында жетіспеген нәрсені жасауға мүмкіндігі ма еді? Кешіру және қабылдау тіпті бұл мүмкін емес болып көрінсе де. Әділханның әйелі Әлия олардың әңгімесін естіп асханадан шықты. Ол Асқарды көріп, бірақ бірден кім екенін түсінбеді. Ол ақылды әйел еді және тез арада 2 мен 2-ні қосты. Оның көзі байыпты болып қалды. «Бұл ол ма?» деп ақырын сұрады ол Әділханға қарап. Ол не айтарын білмей басын изеді. Әлия жақындап келді. Әке мен баланы көзімен шолып шықты. Және Әділхан кенеттен бұл сәттің тек оның таңдауы емес екенін түсінді. Бұл балаларға да Әлияға да қатысты еді. Не істеу керек? Бірнеше минуттан кейін болатын жағдай барлығы үшін шешуші сәт болды. Әлия Асқарға қарап қалды. Оның ниетін анықтағысы келгендей. Ол бұл оқиғаны тек күйеуінің айтуы бойынша білетін. Бірақ көп жылдар бойы оның қиялында отбасын тастап кеткен әкесінің бейнесі нақты және қатал болып қалыптасқан еді. Әлия мұндай адамдарды ақтау қиын екеніне сенімді болды. Бірақ қазір осы қарт адамды көріп, ол абдырап қалды. Бәрі көрінгеннен де қиынырақ еді. «Бұл дұрыс шешім екеніне сенімдісің бе?» деп ақырын сұрады Әлия, күйеуінен көз алмай. Әділхан терең тыныс алды. Ол кеудесінде бір нәрсенің қайнап жатқанын сезді. Ашу, көңілсіздік, немесе мүмкін қорқыныш. Ол әрқашан, егер ол қайтып келсе, ол бұл сәтке дайын болады деп сенімді болған. Бірақ іс жүзінде бәрі басқаша болып шықты. «Мен білмеймін», деп ақыры айтты ол. «Не дұрыс екенін білмеймін». Асқар үндемей басын төмен салып тұрды. Әлияның сөздері оған ойлағаннан да қатты әсер етті. Бұл шындық еді. Ол олардан не күтетінін білместен келді. Ол кешірімге лайық емес екенін білді. Бірақ ол кем дегенде түсіністікке үміттенді. Әлия Асқарға қарады. Одан бір отбасын қиратқан жай ғана қарт адамнан да көп нәрсені көргісі келгендей. «Әділхан», деді ол жұмсақ, «бұл сенің таңдауың, бірақ біздің балаларымыз да бұл оқиғаның бір бөлігі. Мен олардың үйдегі бейтаныс адамды көріп, оның кім екенін түсінбегенін қаламаймын. Егер сен оны біздің өмірімізге кіргізуді шешсең, сен бұған дайын екеніңе сенімді болуың керек. Біз бәріміз дайын болуымыз керек». Әділхан басын изеді. Бірақ оның басында әлі де қарама-қайшы ойлар айналып жүрді. Ол Асқарға қайта қарады. Бұл адам оның алдында тұрды. Және Әділхан мойындауға мәжбүр болды. Әкесі қазірдің өзінде де күйреген, өмірден жеңілген болып көрінді. Көп жылдар өтті, бірақ оны қайта оралуға не мәжбүр етті? Асқар үнсіздікті бұзды. «Егер сіздер мені көргіңіз келмесе, мен түсінемін. Бірақ мен кетпес бұрын бір нәрсе айтқым келеді. Сен мені жек көре аласың, Әділхан. Және сен бұған толық құқығың бар. Бірақ мен осы жылдар бойы кетуіме өкіндім. Мен сен туралы, сенің анаңмен бірге өмірің туралы ойламаған кезім болған жоқ. Бірақ мен ол кезде қорқақ едім. Мен жауапкершіліктен қорықтым. Кім болатынынан қорықтым. Мен сенің кешіріміңе лайық емеспін. Мен мұны білемін. Бірақ мен бәрібір мүмкіндікке үміттендім». Оның даусында Әділхан елемей алмайтын үмітсіздік пен шынайылық бар еді.
Ол кенеттен әкесінің шындықты айтып тұрғанын түсінді. Ешқандай ақтау жоғалғанды қайтармайды. Балалар ұйықтап жатыр, деп кенеттен ақырын айтты Әділхан. Өзі де өз сөздерін толық түсінбейтіндей. Сен оларды ертең көре аласың, бірақ сен бұған дайын болсаң ғана. Олар бұл ауырсынуды түсінбейді, олар сенің кім екеніңді білмейді, және мен олардың мен бастан кешіргенді бастан кешіруін қаламаймын. Егер сен оларды мені анаммен бірге алдағаныңдай алдасаң, сенің енді барар жерің болмайды. Асқар басын изеді. Оның көздерінде алғыс жарқырады. Ол бұл мүмкіндіктің соңғы екенін және оны жіберіп алуға құқығы жоқ екенін түсінді. Әлия күйеуінің сөздерін естіп, ақырын демін алды. Бойындағы ауырсыну басылғанын сезді. Ол бұл шешімге араласқан жоқ, бірақ Әділханның әкесіне тіпті осы ең аз мүмкіндікті беру қаншалықты қиын болғанын білді. Ол күйеуіне жақындап, қолынан ұстады. Ертең, деп қайталады Әділхан. Мұның бәрі түс емес екеніне көз жеткізгісі келгендей. Ертең сен оларды көресің, бірақ есте сақта, мен саған ештеңе уәде етпеймін. Келесі күні күн ашық болды. Үйде әдеттегі таң шулы қулы тіршілік жүріп жатты. Балалар асханада жүгіріп жүрді. Әлия таңғы ас дайындап жатты. Ал Әділхан терезеге қарап кофе ішіп отырды. Ол алдағы кездесуден басқа ештеңе ойлай алмады. Оның басында балалық шағынан естеліктер, әкесінің жанында болған сирек сәттер пайда болды. Олар бірге балық аулауға баратын, киноға баратын. Ол кезде Әділхан оның отбасы барлық сияқты ең қарапайым отбасы екеніне сенімді болған. Бірақ бір күні бәрі өзгерді, және оның өмірінде бостық пайда болды. Енді әкесі қайтадан жанында еді, бірақ ол есінде сақтаған адам емес еді. Уақыт оны өзгертті, сындырды. Бірақ сынған адамды қайтадан өз өміріңе кіргізуге бола ма? Әділханның ойын есік қағысы бөлді. Ол селк етіп, арқасының қалтырағанын сезді. Әлия оған қарап, бұл сол сәт екенін түсінді. Ол балаларға есік алдында не болып жатқанын көрмеу үшін бет алды. Әділхан ақырын есікке жақындап ашты. Есік алдында Асқар тұрды. Ол кешегі күнге қарағанда бүгін шаршаңқырап көрінді. Бірақ оның көздерінде үміт оты бар еді. Ол жүйкеленіп аяғын ауыстырып тұрды. Бұл оның бір кездердегі ол үшін кішкентай бала ғана болған ұлының үйіне бірінші рет келуі еді. Енді Әділхан өсіп, өз өмірін, өз жайлылығын құрған еді. Асқар өзін бұл үйде бөтен сезінді. Балалар оянды ма? Деп сенімсіз түрде сұрады Асқар. Әлия таңғы тірлікпен айналып жатқан ас үйге көз салып, Әділхан бұрылып қарады. Иә, олар ас үйде, жақында шығады. Бірақ бұл орын алмас бұрын Әділхан кідіріс жасады. Мен сенің оларға не айтатыныңды білгім келеді. Олар сені танымайды, және мен олардың сенің жаныңда өздерін бір түсті сезінуін қаламаймын. Асқар үндемей сөздерді ойланып тұрды. Ол мұндай сұраққа дайын емес еді. Бірақ осы сәтте қателік жасамаудың тың маңызды екенін түсінді. Мен жай ғана олардың жанында болғым келеді, деді ол ақырын. Мен сенің өміріңе араласпақ емеспін. Мен олардың атасы боламын деп те айтпаймын. Егер сен рұқсат берсең, мен оларды кішкене де болса танығым келеді. Әділхан әкесін тыңдады. Ішінде күмән толқындары қалай көтеріліп жатқанын сезді. Бір сәтте ол бұл адамнан бір нәрсе күтіп тұрғанын, бәрін бірден түсіндіретін және болашақты анығырақ ететін қандай да бір сөздер күтіп тұрғанын ойлап қалды. Бірақ мұндай сөздер жоқ еді. Кешіру бұл сәт емес, ұзақ және азапты жағдай. Жақсы, деді Әділхан ақыры Асқардың көзіне тіке қарап. Бірақ есте сақта, егер мен сенің балаларыма қандай да бір зиян тигізе алатыныңды көрсем, сен бұл есікті қайтадан аттамайсың. Мен қатты айтып тұрмын.
Асқар басын изеді. Тіпті қарсылық білдіруге де тырыспады. Ол осы жылдар бойы қаталдық пен сенімсіздікке лайық екенін білді. Ол бір күні есеп айырысу уақыты келетінін түсінді және бұл сәт келді. Ол кез келген салдарға дайын болды. «Мен түсінемін, Әділхан», деді ол сабырлы түрде. «Мен саған осы мүмкіндік үшін алғыс айтамын». Әңгімені ас үйден шыққан тыныш адамдар бөлді. Есіктен балалар кірді. 7 жасар қыз және одан кішірек ұл. Олар әкесінің жанында кім тұрғанын білмей көңілді әңгімелесіп жатты. Бірақ олар Асқарды байқаған бойда әңгімелері тынып қалды. Балалар таңырқап бейтаныс адамға қарады. Ұл бала Данияр Әділханға жақындап оның қолын қатты ұстады. «Әке, бұл кім?» деп сұрады Ажар деген қыз, Асқарға қызығушылықпен қарап. Ол әрқашан жаңа адамдарға батыл және ашық болатын. Әділхан қызын құшақтап, Асқарға көз тастап, іштей шешім қабылдады. «Ажар», деді ол жұмсақ. «Біз көптен бері көрмедік, бірақ ол сендермен танысу үшін келді». Ажар көзін кең ашып, не болғанын Данияр да түсінгеніне көз жеткізу үшін оған бұрылды. Асқар немерелеріне қарап, сенімділігін әрең ұстап тұрды. Ол жақындауға дәті бармады. Олардың өздері қалай әрекет ету керектігін шешуіне мүмкіндік беріп, орында ғана тұрды. Ажар қызығушылықпен оны қарап, бір қадам алға жылжиды. «Ата?» деп қайта сұрады ол, құлағына сенбей. «Неге біз оны бұрын көрмедік?» Әділхан қызына қарады. Оның балалық қызығушылығын қанағаттандыратын жауаптың жоқ екенін түсінді. Ол өз балаларына өтірік айтқысы келмеді. Сонымен бірге күрделі және ауыр мәселелерге де барғысы келмеді. Әлия сәл қадағалап тұрып, не болып жатқанын мұқият бақылап, қажет болған жағдайда араласуға дайын болды. «Кейде солай болады», деп сабырлы түрде жауап берді Әділхан. Ажардың алдына отырып, онымен бір деңгейде болу үшін. Атасы алыста еді, бірақ енді ол осында және сендерді танығысы келеді. Ажар әкесінің қолын ұстап, сенімсіздікпен оған жабысып тұрған Даниярға қарады. Оның кішкентай жүзі папасының сөздерін ойлап жатқандай байыпты көрінді. «Ал сен, ата, жақсысың ба?» деп кенеттен сұрады ол, Асқарға тіке қарап. Бұл сұрақ Асқардың жүрегіне тиді. Ол бір сәтке сөйлеу қабілетінен айырылып қалды. «Жақсы ма, ата?» Оның ішінде бәрі оның жақсы әке болмаған туралы айқайлайды. Ол қалай үлкен нәрсеге үміт арта алады, бірақ ол не айту керектігін білді. «Мен жақсы болған жоқпын, Ажар», деп шыншылдықпен жауап берді ол. «Бірақ егер сендер рұқсат берсеңдер, мен өте жақсы болғым келеді». Қыз бала ойланып қалды. Содан кейін ығын көтеріп, жақындап келіп қолын созды. Асқар таңырқап және абайлап оның кішкентай алақанын өзінікіне алды. Оның жанасуының жылуы оның жүрегіне терең енді. Ол бұл сәттің осылай тез болатынын күтпеген еді. «Жүр, мен саған қуыршағымды көрсетемін», деді Ажар қарапайым түрде. Бұл оның үшін күнделікті жағдай сияқты. Әлі де күдіктеніп тұрған Данияр орнынан қозғалмады. Бірақ оның көзі сәл жұмсарды. Ол кішірек болғандықтан оның алдында кім тұрғанын түсіну оған қиынырақ болды. Бірақ әпкесінің табандылығы оған сенімділік берді. Ол әкесінен баяу алыстап, Ажар мен Асқарға сәл жақындады. Әділхан мен Әлия бұл көрініске үнсіз қарап тұрды. Бұл бірінші қадам болды, және олардың екеуі де алда әлі де көп қиын сәттер болатынын білді. Бірақ қазір осы қысқа сәтте Әділхан күтпеген нәрсені сезді. Үміт. Бәрі соншалықты үмітсіз ба еді? Мүмкін оны көп жылдар бұрын тастап кеткен бұл адам әлі де өзгере алатын шығар. «Мен бұл мүмкіндікті анықтау үшін бәрін жасаймын», деді Асқар ақырын, ұлына көзін көтеріп. Әділхан басын изеді, бірақ әзірге жауап бере алмады.
Ол алда ұзақ жол бар екенін білді, бірақ бүгін бірінші қадам болды. Алайда ішкі даусы оны күмәндандыруды жалғастырды. Ол шынымен де кешіре ала ма еді, әлде бұл ешқашан жазылмайтын ескі жараны жазудың жай ғана әрекеті ме еді? Бірақ бір нәрсе анық болды. Соншалықты анық көрінген болашақ енді әлдеқайда күрделі бола түсті. Ертең олардың барлығы жаңа тарауды бастау керек, бірақ ол қандай болады, мұны уақыт көрсетеді. Бұл сәтте бәрі тыныш көрінді, бірақ сыртқы тыныштықтың артында шешілмеген сұрақтар жасырынып жатты. Ақыры өз немерелерін көріп, Әділхан да, Әлия да, Асқар да бұл қайта қосылудың неге әкелетінін білмей, әрқайсысы жан дүниесінде олардың қарым-қатынасы бұрынғыдай болмайтынын түсінді. Бірақ бұл маңызды емес. Бастысы олардың қайтадан бастауға мүмкіндігі болды. Ал әрі қарай не болады? Бұл бірінші қадам соншалықты қарапайым болып көрінеді, бірақ ол бүкіл өмірді өзгертетін оқиғалар тізбегін іске қосуға қабілетті.